Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін түріктер таңғы асқа дайындайтын gözleme тағам рецептісімен бөліскім келіп тұр. Біздің қамырымызды дайындаймыз. Қамырымыз қаттылау болу керек. Дрожжи, жұмыртқа қажет етпейтін қамыр. 1 шай қасық тұз. Кішкене су қосамыз. Біздің қамырымыз қаттылау болу керек. Қамырымызды илейміз. Қамырымыз қатты болса, үстінен су қосамыз. Қамырымызды 15-20 минутқа пакеттің ішіне демалуға алып қоямыз. Начинкамызды дайындаймыз. Gözlemeге әртүрлі начинка салуға болады. Колбаса, жұмыртқа, творог және тағы басқа нәрселерді қосуға болады. Түріктер көбінесе gözleменің ішіне ірімшік салады. Айтпақшы, картоп пюресі мен көк жуа жақсы ұйқасады. Өте жұқа қылып жаямыз. Осылай ұнымызды себе береміз, қамыр жабыспау үшін. Начинкамызды жұқа қылып саламыз. Біріншіден біздің табамызды
қатты отқа ысытамыз. Содан кейін орташа отына қоямыз. Табамыз құрғақ болу керек, ештеңе қоспаймыз. Сары май осылай қылып қосамыз. Gözleменің әр жағын шамамен 2-3 минут табан үстінде ұстаймыз. Осылай қызару керек. Gözlemені 2 адамға істеуге ыңғайлы, себебі біреуі қамыр жайған кезде екіншісі табан үстінде қуырады. Мен қамырды жайып аламда үстінен осылай жауып қоямын. Мінекей біздің gözlemеміз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Осы тағамды дайындауға сіздерге кеңес беремін. Үйдегілерді қуантқыңыз келсе, осындай тез әрі ерекше gözleme дайындауға болады. Қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет, лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.